Сәлеметсіздер ме достар, сіздермен бүгін дрожжевой тестодан творожный пирог пісіретін боламыз. Ең алдымен бізге керегі жылы сүт, комнатный температурадағы сары май, шекер, шымшым, тұз и дрожж. Жақсылап венчикпен араластырып, үстіне ұн салып, қамыр илейміз. Егер қолымызға жабысқақ болса, үстінен ұн салып, қамыр илеп, 1,5-2 сағатқа тындырып қоямыз көтерілгенше. Тестамыз көтеріліп болған соң пергамент қағазға жайып, домалақ қылып жайып аламыз. Ортасына тарелка қойып, шет жақтарын пышақпен кесіп шығамыз. Кесіп болған соң шет жақтарын өріп шығамыз, әдемі формаға келтіреміз. Тестамызды өріп болған соң үстін жауып, начинкамыз дайын болғанша тындырып қоямыз. Начинкасына творог, шекер саламыз. Және де қаймақ, үкіштен өткізілген лимон цедрасын саламыз. Дәм береді, әдемі дәм береді. Сонан соң жұмыртқаның ағын салып, жақсылап блендермен араластырамыз. Тестамыздың шетін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Ортасына начинкамызды салып, қызып тұрған духовкада 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пирогымызды 2-3 сағатқа салқын жерге қоямыз. Пирогты қалауыңызша сәндесеңіздер болады. Видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, парақшама тіркеліп кетіңіздер. Рахмет, ас болсын.